Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Әдеттегідей, бүгін сіздермен бірнеше үй жұмыстарын жасайтын боламыз. Мен де бүгін жоспар бойынша мына жерді реттеп, жаңадан алған дастарханымды төсеймін. Одан кейін есіктің алдын тазалаймын, жууға берген төсемімді төсеп, қазы айналдыратын боламыз. Осы апта бізде қазанасы сойылды, соның қазысын тазалап, айналдырып, және қартасын қайнатып алатын боламын. Сіздерге қызық болса, менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Әуелде осы дастарханды алған болатынмын. Алғанда бетіндегі мраморлардың түсі алтын түстес болған. Тұра-тұра түсі кетіп, сұрланып, онша болмай қалды. Әрі балалар үстіне пышақпен әр нәрсені кесіп, дастарханды қиып кесіп тастаған. Сондықтан жаңасын аламын деп шешіп, осы дастарханды алғанмын. Қазір ұзындау алыппын. Мына жерін кесіп, қысқартып, осыны төсеп қойдым. Ал ескісін бүктеп, жинап, осылайша алып қоямын. Керек кездер болса пайдаланатын боламыз. Міне, осылай болды жаңа дастарханымыз. Былайынша әдемі көрінетін сияқты. Мына қоңыр жағын отырғыштарға түстес қылып алдым. Ағы енді кухонный гарнитур өзі ақ қой, соған ақ қылып алдым. Кіреберіс балалар аяқтарымен даладан келеді, топырақ алып келеді, балшық алып келеді. Осы жерді тазалап аламын. Төсемін өте лас қылған, аяқтарымен басып, соны жууға бергенмін алдыңғы апта. Кеше алып келді, соны қазір мына жерді тазалап, жуып, қайтадан орнына төсейтін боламын. Осылай болды, мына жерде тазалап алдық. Бұл жұмыста бітті. Төсемшені өте жақсы тазалаған екен, аппақ қылып, өйткені бұл жердің ласы енді кәдімгідей түсі өзгеріп кеткен болатын. Төсемшенің лас болғаннан балалар даладан топырақ, балшық аяқтарымен кіреді ғой, содан өте лас болып кеткен. Жақсы тазалаған екен, көңілмен шықты. Ал жоспар бойынша бүгінге менде қазы қарта тазалау, қазын айналдыру. Қазір қазының шегін бір жуып тазалап алдым. Оның алдында тазалап қойғанмын. Қартаны да тазалап, мына жерге суға қойып қойдым. Әзірге иісі кетсін деп, одан кейін тағы бірнеше рет жуып, шайып, қайнатып алатын боламын. Оған дейін қарта суда тұрғанша қазымды айналдыра беремін. Осылайша қолмен кәдімгі қарапайым түрде айналдырамын. Өте қиын, шегі өйткені жіңішке болып шықты. Ал енді қартаны қайтадан бірнеше рет жуып, осылайша шайып, қазір бір қайнатып аламын. Тұз, бұрыш, лавр жапырағын салып бір қайнатамын да, суын төгіп, қайтадан екінші суға піскенше қайнататын боламын. Қазы жіңішке болғаннан кейін, шегі жіңішке болғаннан кейін айналдыру кішкене қиын болды, бірақ сонда да кешке дейін жүріп бітіріп алдық. Қазір барлығын бөлек-бөлек осылай пакеттерге салып, мұздатқышқа салып тастаймын да. Сосын кісі келгенде, қонақ келгенде шетінен алып жейтін боламыз. Осылайша бәрін пакеттерге бөлек-бөлек салып, енді мұздатқышқа жайғастырамын. Мұздатқышта менің қысқа деп жинаған байлықтарым. Әр нәрсені бөліп, реттеп, осылайша қатыра беремін. Содан кейін керек кезінде шетінен аламын. Қазым айналып болғанша қартамда пісіп қалған сияқты. Қазір шетінен кесіп алып, жеп көремін. Піссе түсіріп алып, онда суытып, пакеттерге бөлек-бөлек салып, онда керек кезінде пайдаланатындай қылып, тоңазытқышқа, мұздатқышқа салып тастаймын. Сосын қажет кезінде шетінен алатын боламын.
дәмі керемет болған екен. Пісіп қалыпты, енді түсіріп аламыз. Менің кешегі күнім осылайша өтті. Жоспар бойынша ойымдағы барлық жұмыстарымды бітіріп алдым. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып мені қолдауды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.